Біріншісі, Путин құтырына шабуылдады. Ресейдің әскерлері Украинаға шабуылын онан арман құтырынған деңгейде өршеленте түсті. Украинаның жағдайы күннен күнге қиындай түсті. Алдыңғы шепте украиндер өздері иелеп отырған ауылдарды қолдан беріп қоюға мәжбүр болып отыр. Енді бұл жағдай Зеленскийді мәжбүрлеп, Трамп әкімшілігі Ақ үйге кіргеннен бастап Украина соғысты мерзімінен бұрын тоқтатуға, келіссөзге келуге дайын деген сөзді Зеленский бірінші рет аузына алды. Яғни сізбен біздің осы уақытқа дейін айтып отырған болжалдарымыздың бәрі 100% келді. Біз Украинаның 91 жылғы территориясын қалпына келтірмей тынбаймыз. Біз орыс басып алған барлық Украин жерін азат қылмай тынбаймыз деген Зеленский ақыры Трамптың Ақ үйге кіруіне байланысты соғыс мерзімінен бұрын аяқтауы мүмкін деген сөзді айтуға мәжбүр болды. Демек, бұл деген әңгіме құлаққа жағымсыздау және жүрекке ауыр қабылдауға қиын болғанына қарамастан, Орыс-Украин ортасындағы соғыс шын мәнінде мерзімінен бұрын аяқтайтындығын Зеленскийдің аузынан айтқызғаннан кейін-ақ, енді ары қарай бұның соңы не болады екен деп ойланудың өзі қажет пе, қажет емес пе. Енді бар болғаны, бұл жерде халықаралық геосаясат қай бағытқа бет алады? Қайтсе, қазақтың жоғалған ұпайын түгендей аламыз. Біздің бар айтарымыз да түгендеріміз де осы. Және өзіміздің аудиториямызға, қазақтарға еркін ашық ойлауды үйретсек, халықаралық геосаясаттағы осы мәселелерді әр қазақ өз басымен тәуелсіз ойлауды үйретсек, біздің діттегенімізге жеткеніміз болмақ. Енді бірі, Американың Украинаға саясаты шын мәнінде қандай болмақ? Еуропаның позициясы қалай болмақ? Қытай мен Америка қатынасы қалай болмақ? Осы тақырыптар туралы сіздерге соңғы саяси хабарларды дайындап алдын ала қойғанымыз бойынша қысқа нұсқа аударып жеткізейік, ары қарай тереңінен шолу жасауға тырысамыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бірінші ақпаратымыз осы екі елдің қатынасы туралы болады. Бірінші ақпарат. Zelensky says Ukraine war will end faster under Trump presidency дейді. Бұны CNN кәдімгідей бүкіл сайтын қараға бояй отырып, азалы жағдайда белгілеп отыр. Азалы жағдайда қара реңмен көрсетіп отыр. Әдетте CNN деген жазу қып-қызыл жазумен тұрады, бірақ тура осы ақпаратты берген кезде қарамен, яғни қаралы хабар берілгендей беріп отыр. Зеленский Украина соғысы тезірек аяқталуы мүмкін Трамптың президенттігі кезінде деп мәлімдеме таратты. Бұл мәлімдеме 2024 жылы 16 қараша Американың шығыс уақыты бойынша сенбі түстен бұрынғы 10-нан 41 өткенде, яғни осыдан 1 сағат бұрын Зеленский ақыры осы сөзді айтыпты. Зеленский айтып 1 сағаттан кейін сіздерге бұны аударып мен жеткізіп отыр екенмін. Демек, әңгіме басқаша болып отыр. Енді Украинаның қоғамдық хабаршысы Суспильне радиосына берген сұхбатында Зеленский соғыс даласындағы қиын жағдайды мойындады. Онда Ресей адам күшімен қару жарақтағы артықшылықтарынан бізден басым түсіп отыр. Ол Трамптың келген әкімшілігіне сілтеме жасай отырып, соғыс қазір Ақ үйді басқаратын осы команданың саясатының әсерінен тезірек аяқталуы мүмкін дегенді айтты дейді. Яғни алдыңғы шепте Украинаның әлсіз түскенін, соғыс майданда орыстардың Украинадан әлдеқайда қуатты болып құтырына шабуыл жасағанын Зеленский бірінші рет мойындап отыр. Енді екінші бір ақпарат. North Korean troops in Ukraine grave
escalation, Scholz tells Putin дейді. Германия канцлері Шолц Путинге солтүстік Корея әскерлері соғыс майданда жағдайды онан арман ушықтыруы мүмкін деп айтты дейді. Германия канцлері Олаф Шолц жұма күні Ресей президенті Владимир Путинге Ресейдің Украинаға қарсы солтүстік Корея әскерлерін орналастыруы қақтығыстың ауыр шиеленісу екенін айтты. 2 жылға жуық уақыттағы көшбасшылар арасындағы алғашқы телефон қоңырауында Шолц Путинді соғысты тоқтатып, Ресей әскерін Украинадан шығаруға шақырды. Кремль бұл әңгімені Украинадағы жағдай бойынша егжей-тегжейлі және ашық пікір алмасу деп сипаттап, диалог фактісінің өзі оңды деп қосты. Яғни Шолцтың қоңырау соққанын Ресей тарап өте бір керемет оқиға ретінде бағалап отыр. Ал Зеленский бұл Пандора қорабын ашқан оқиға деп отыр. Білесіздер, батыстық аңыз ертегіні білетін жұрттың бәрі біледі, Пандора қорабы деген не зат екендігін біледі. Зеленский Шолцтың бұл телефонын Пандора қорабын ашу деп жариялады. Ал Кремль тарапы, яғни Ресей тарап, Украинадағы жағдай туралы егжей-тегжейлі тәптіштеп отырып, өзара ашық пікір алмасу, және бұл осы сөйлесудің өзі оң прогресс деп тұрып қосты. Украина президенті Владимир Зеленский бұл қоңыраулардың Пандораның қорап екендігін айтты. Бұл Путиннің оқшаулануын әлсіретеді. Яғни халықаралық қауымдастықтан мүлде оқшауланып, оба деген адамдай шеттетілген Путинге анау бүкіл Еуропаның көшбасшы елі Германия басшысы Шолцтың телефон соғуы анығында бұл Украина халқына жасалған бір қиянат. Осыншама құрбандық берген, Америкаға сенген Украина халқына Шолцтың жасаған қиянат. Бірақ сәтте екеуіңде орыссың, бірің өліп бірің қал, маған орыстың газы керек, маған орыстың мұнайы керек, ал Украина сән гудбай деген әңгіме болды. Енді сөздің шыны, соғыс басқаша бір жағдай келді. Енді Al Jazeera телеарнасының Russia-Ukraine War Day 995 дейді. Орыс-Украин соғысындағы 995 күн. Енді 5-ақ күн қалды, соғыс 1000 күндігін өткізгелі тұр. 5-ақ күннің ішінде соғыстың 1000 күндігі болғалы тұр. Енді қараңдар, Ресей қорғаныс министрлігі Украина шекарасындағы Курск аймағында әуе қорғанысы 15 ұшқышсыз ұшақты атып түсіргенін хабарлады. Министрлік Брянск облысында, сонымен қатар шекарада және солтүстікте, Липецкіде, сондай-ақ орталық Орел облысында бір ұшқышсыз ұшақты атып түсіргенін хабарлады. Украина шекарасында жиі нысанаға алынған Ресейдің Белгород облысының губернаторы бірнеше шабуылдар көп пәтерлі үйдің терезелерін сындырғанын, басқа да шығындарға ұшыратқанын, бірақ зардап шеккендер болмағанын айтты. Украина астанасы Киевте ондаған аза тұтушылар алтын күмбезді Прославие соборын толтырып, осы аптада майдан шебінде қаза тапқан сүйікті жауынгер дәрігер 32 жастағы Мария Христина Дыбоникиге тағзым етті дейді. Бұл енді Al Jazeeraның соғыстың 995 күніне байланысты берген хабары.